сауал Ермек Көшербаевқа. Құрметті Ермек Беделбайұлы, қария десе көз алдыңа шаңыраққа береке кіргізіп, құт дарытып отырған әркімнің ақсақалды атасы мен ақ жаулықты әжесі келері анық. Тілеуімізді тілеп, балаларына ақыл кеңесін, немерелеріне ертегісін айтып, ортамызда аман есен жүре берсе екен дейміз. Алайда перзент атаулының бәрі ата-аналарының алақанына салып аялап отырған жоқ. Елімізде қарттық шақта қасірет шегіп жүрген қариялар көбейіп барады. Өз жақыннан таппаған жылуды өзгеден іздегендердің қатары артуда. Мына жарық дүниеге әкеліп, ақ сүт беріп өсірген анасын, мойнына мінгізіп еркелеткен әкесін, қартайған шағында өзектен тепкен қатыгез балалар да арамызда жетерлік екен көз көріп жүр. Республикамыздың ресми статистикасының деректеріне сәйкес, 23 жылдың соңында елімізде қарттар үйлері 51 бірлікті құрады. Оның 43-і мемлекеттік, 8-і жеке. Қарттар үйлерінің ең көп саны Шығыс Қазақстанда 11 үй орналасқан. Қалған облыстарда бір-бірден. Ресми мәліметтер бойынша 2023 жылы Қазақстанның қарттар және мүгедектер үйлеріне тұратын азаматтардың саны 6824 адамды құрады. Оның 950 Астанада, 905-і адам Шығыс Қазақстанда және жыл сайын өсуде. Бастапқыда үй-күйі жоқ қарттар мен мүгедектер әлеуметтік қорғау негізінде құрылған мекемелер, ержеткенде дем берер ұлы бар ақсақалдың қартайғанда тілекші болар қызы бар кейуананың мекеніне айналғаны ма? Тіпті сонау соғыс жылдарында да салынбаған жетімдер мен қарттар үйі бүгінде мына бейбіт заманда бой көтерді. Соның 90-шы жылдарда еліміз тәуелсіздікті жаңа алып, дүкен сөрелерінде бос болған уақытта да қарттар үйіндегі қаракөз қариялы бірен саран ғана болса, бүгін 90% қазақ ұлтынан. Қарттар үйі қара шаңырақ болғаны ма? Неге зейнетақы алатын күні қарттар үйінің алдында қымбат автокөліктер қаптап кетеді? Не себептен ата-аналарын қарттар үйіне тапсырады? Әлде ерлі зайыптылар арасында ата-ана артық болғаны ма? Әлде жақсы жеткен мүгедек қарияға қарау қиындық тудырды ма? Болмаса жұмысының жүктемесі ауыр болды ма екен? Бірақ сол ата-анасы кішкентай кезінде қандай қиындық болса да баласын тастаған жоқ қой. Қазақстан Республикасының неке ерлі зайыптылық және отбасы туралы кодексінің кәмелетке толған балалардың ата-аналарын күтіп бағу жөніндегі міндеттемелерін 145-ші бабы 1-ші бөлімде еңбекке жарамды кәмелетке толған балалар өздерінің көмекке мұқтаж еңбекке жарамсыз ата-аналарын күтіп бағуға және оларға қамқорлық жасауға міндетті және балаларынан алимент өндіріп алуға құқылы, ол сот тәртібімен алынады делінген. Иә, жақсы орынды баптар, бірақ бұл баптар орындалып жатқан жоқ. Себебі ешбір кейуана өз баласына шағым түсірмейді. Ешбір ата-ана алимент өндіруге не денсаулығы, не намысы жібермейді. Сол себептен бұл бап орындалмайды. Сондықтан ата-анасын қарттар үйіне тапсырған, қараусыз қалдырған ата-аналарының есеп шотына балалары тапқан жалақысының 50% мөлшерінде міндеттеу керек. Әрине, бұл қаражат ата-анасына деген құрметке тең келмейді, дегенмен материалдық өтеу болуы керек. Сонымен қатар 70 жастан асқан қариялардың атына жылжымайтын мүлік болса, ол өлер-өлгенше басқа адамға ресімдеуге тыйым салуымыз керек. Қазақ әке-шешең жынды болса, байлап бақ, бірақ тастама деген. Қартайған қызық көрер шағында қарияларымызды қаңғытпай аялауымыз керек. Бұл әр азаматқа қатысты. Ата-анасын қадірлемеген адам өзінің тілін, ұлтын, елін, жерін, мемлекетін де қадірлемейді. Осыны ұмытпайық. Құрметпен ауыл фракциясы депутаттары.